Саламатсыздар ма оқушылар? Мен Абдыкалыкова Света Байекеқызы, биология мұғалімі. 10 класс биология сабағы. Сабақтың тақырыбы холинергиялық синапстың құрылысы мен қызметі арасындағы байланыс. Бүгінгі сабақта сіздің білетініңіз холинергиялық синапс құрылысы мен қызметі. Сіздің меңгеретініңіз холинергиялық синапстың құрылысы мен қызметі арасындағы өзара байланысты анықтау. Сабақ барысында бірнеше жаңа терминдермен танысып қолданатын боламыз. Нейромедиатор ацетилхолин, синапс, синапстық саңылау немесе синапстық қуыс, синапстық көпіршіктер, пресинаптикалық мембрана, постсинаптикалық мембрана, ацетат және холин, ацетилхолин эстераза. Синапс дегеніміз екі нейронның түйіскен жері, немесе жүйке сигналын қабылдаушы эффекторлық жасуша мен нейрон арасындағы байланыс аймағы. Екі нейрон бір-бірімен жанаспайды, олардың арасында бос кеңістік саңылау бар. Ол синаптикалық саңылау немесе синапстық қуыс деп аталады. Ені 20 нанометр. Синапс екі мембранадан тұрады. Біріншісі синапс алды немесе пресинаптикалық мембрана, ал екіншісі синапстан кейінгі немесе постсинаптикалық мембрана. Енді холинергиялық синапстағы нейромедиатор ацетилхолиннің синтезін қарастырайық. Холинергиялық синапс парасимпатикалық жүйке жүйесінде ми қыртысының нейрон жасушаларында болады. Холинергиялық синапстың берілуі бірнеше қадамнан тұрады. Бірінші, холин молекуласы нейронға беріледі. Холин дегеніміз органикалық қосылыс. Екінші, холин молекуласы ацетил-коэнзим А деген затпен қосылып, ацетилхолин түзеді. Бұған холин-ацетил трансфераза ферменті жауапты. Ацетилхолин синапстық көпіршікте сақталады. Әр көпіршікте 1000-ға дейін ацетилхолин молекулалары болуы мүмкін. Үшінші, әрекет потенциалы салдарынан кальций ион каналдары ашылып, кальций иондары аксонға енеді. Сол кезде синапстық көпіршік пресинаптикалық мембранаға жылжып, ішіндегі ацетилхолинді синапстық саңылауға бөледі. Бұл экзоцитоз. Төртінші, ацетилхолин постсинаптикалық рецептормен байланысқанда натрий каналдары ашылып, натрий калий иондары постсинаптикалық мембранаға енеді. Бесінші, ацетилхолин эстераза ферменті синапстық қуыстағы ацетилхолиннің қызметін доғарып, оны холин мен ацетатқа ыдыратады, немесе гидролиздейді. Алтыншы, босап шыққан холин қайтадан пресинаптикалық мембранаға енеді, яғни диффузияланады. Осылайша нейромедиатор қайта өндіріледі, сөйтіп барлық цикл қайталанады. Міне оқушылар, ацетилхолин осылай синтезделеді. Бұл синапстың микроскопиялық құрылысы. Пресинаптикалық мембрана мен постсинаптикалық мембрана арасында синаптикалық саңылау орналасқан. Көк түспен синаптикалық көпіршіктер берілген, ал жасыл түсті митохондрия. Синапстың қызметі қалайша жүзеге асады? Бейне көрініске назар аударайық. Бір нейрон екінші нейронға ақпаратты синапс арқылы береді. Ақпаратты беруші нейрон пресинаптикалық нейрон деп аталады, ал ақпаратты қабылдаушы нейрон постсинаптикалық нейрон. Холинергиялық синапс кезінде не болатынын көрейік. Пресинаптикалық нейронның мембранасында әрекет потенциалы пайда болған кезде кальций иондарының сезімтал қақпағы ашылады. Ішке енген кальций иондары синаптикалық көпіршіктермен байланысады. Бұл синапстық көпіршіктердегі нейромедиатор ацетилхолиннің синапстық саңылауға босап шығуына әкеледі. Ацетилхолиннің молекулалары постсинаптикалық мембрананың рецептормен байланысады. Бұл байланыс ион каналдарын ашып, мембрана деполяризацияланады. Деполяризация дегеніміз тыныштық потенциалының төмендеуі. Деполяризация әрекет потенциалын тудырады. Постсинаптикалық мембрананың деполяризациясы ұзаққа созылмайды. Себебі ацетилхолин эстераза ацетилхолинді синапстық саңылауда
тез ыдыратып жібереді. Міне оқушылар, холинергиялық синапстың құрылысы мен қызметі арасындағы байланысқа көз жеткіздік. Жүйке импульстері, яғни медиаторлар, таратқыш заттар арқылы қамтамасыз етіледі. Бұл рецепторлар мен медиаторлардың синапстан кейінгі, яғни постсинаптикалық мембранаға әсер ету нәтижесінде жүзеге асады. Холинергиялық синапстың негізгі қызметі осы. Парасимпатикалық жүйке жүйесінің медиаторлары ацетилхолин рецепторлары болып табылады. Олар постсинаптикалық мембрананың рецепторларын ынталандырады, яғни стимуляциялайды. Холинорецепторлар фармакологиялық заттардың әсеріне әртүрлі деңгейде сезімтал. Осыған байланысты олардың екі түрі ажыратылады: М холинорецепторлар және Н холинорецепторлар. М холинорецепторлар мускаринге сезімтал. Мускарин дегеніміз шыбынжыт сияқты улы саңырауқұлақтарға тән алкалоид болып табылады. Ал Н холинорецепторлар никотинге сезімтал. Никотин темекі жапырағының құрамындағы алкалоид. М холинорецепторлар орналасуына байланысты бірнеше түрге жіктеледі. М1 холинорецепторлар, М2 холинорецепторлар, М3 холинорецепторлар, М4 холинорецепторлар және М5 холинорецепторлар. М1 холинорецепторлар вегетативті ганглиялар мен орталық жүйке жүйесінде орналасқан. Ганглия дегеніміз жүйке жасушалары, яғни нейрондар мен серіктес жасушалардан құралған жүйке түйіні болып табылады. Ал орталық жүйке жүйесіне ми мен жұлын жататыны сіздерге бұрыннан таныс. М2 холинорецепторлар жүректе орналасқан. Олардың кейбірі ацетилхолиннің бөлініп шығуын төмендететін қасиеті бар, яғни ацетилхолиннің мөлшерін тежейді. М3 холинорецепторлар бірыңғай салалы бұлшықеттерде және көп бөлігі эндокриндік бездерде орналасады. М4 холинорецепторлар жүректе, өкпе көпіршіктері болып табылатын альвеолалардың қабырғасында және орталық жүйке жүйесінде орналасады. М5 холинорецепторлар көздің мөлдір сыртқы қабығында, орталық жүйке жүйесінде, сілекей бездерінде және мононуклеарлы қан жасушаларында орналасқан. Вегетативті ганглия құрамындағы Н холинорецепторлар бейтарап типті рецепторлар болып табылады. Сондықтан олар қаңқа бұлшықетіндегі Н холинорецепторларынан едәуір ерекшеленеді. Осы ерекшеліктердің арқасында олар арнайы заттар мен ганглияларды таңдап бұғақтайды. Бүгінгі сабағымызды жақсы меңгерсек, біз келесі бекіту сұрақтарына мынадай үлгіде толық жауап бере аламыз. Бірінші сұрақ: холинергиялық синапстар дегеніміз не? Холинергиялық синапстар дегеніміз екі нейронның түйісуі немесе екі нейронның байланыс аймағы. Екінші сұрақ: нейромедиатордың рөлі қандай? Нейромедиатор ацетилхолин болып табылады. Ацетилхолин постсинаптикалық мембранамен байланысып, мембрананың деполяризациясын тудырады. Үшінші сұрақ: ацетилхолиннің синтезі қай жерде жүреді және қалай жүреді? Ацетилхолиннің синтезі пресинаптикалық мембрананың ішінде жүреді. Алдымен холин молекуласы мембранаға еніп, ацетилкоэнзим А деген затпен қосылып, ацетилхолинді түзеді. Оқушылар, мынадай үлгідегі тапсырмаларды орындау барысында ең алдымен суретке назар аударыңыз. Мен сізге мынадай тапсырма ұсынамын. Бірінші, X молекуласы синапстың ұшындағы көпіршіктерде орналасады. X молекуласының атауы ацетилхолин. Екінші, X молекуласы Y деполяризациясын тудырады. Y дегеніміз не? Y дегеніміз постсинаптикалық мембрана. Үшінші, нейрон белгілі X молекулаларын сыртқа бөледі. X молекуласының қызметі қандай? X молекуласының қызметі, яғни ацетилхолиннің қызметі пресинаптикалық мембрананың рецепторымен байланысу. Соның нәтижесінде ион каналдары ашылады. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.